Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен 44-ші сабақты өтетін боламыз. Жер астында қала бар. Жалғасы. Бірінші тапсырма. Ертегінің жалғасын тыңда. Алтын мүйізді киік. Ертегі. Қаламызға жақын жерде терең сай бар. 20 жыл болды. Сонда бір айдаһар мекендейді. Бүкіл ел жұртыңды қалаңмен жұтамын дейді. Және сол сайдың маңына барған адам болсын, мал болсын, әйтеуір жандыны құтқармайды. Соған ешкімнің де күші жетпейді. Оны тек бұлдырмерген ғана жеңеді деген соң, халқымызға бір жақсылық бола ма деп сені іздеп шығып едім, дейді ақсақалды шал жылап. Жарайды, деп бұлдырмерген сауыт сайманын сайлап, алтын мүйізді шалға ілеседі. Олар жер үсті мен жер астын жалғастыратын үңгірден өтіп, қарттың қаласына барады. Бұлдырмерген бойына бар күшін жинап, қолына 100 құлаш алмас семсер алып, айдаһар жатқан сайға келеді. Жотаға шықса, боран соғып тұр екен. Желдің қаттылығы соншалық, таудың екі бетіндегі тасты ұшырып кетіп жатыр. Бұлдырмерген қаһарланып, семсерді беліне көлденең ұстап, күшті лаппен тартып жатқан айдаһарға қарай жүреді. Сұрапыл боран оны ұшырып отырып, айдаһардың аузына бір-ақ апарады. Өткір семсерден айдаһар қимылдауға шамасы келмей қалады. Алай-түлей соққан боранда тоқтайды. Боран айдаһардың лебі екен. Айдаһардан жапа шеккен жұрт жат-жадыман қуанышқа бөленеді. Бұлдырмергенді қоршап алып, қошеметтеп, қолдарына әкеледі. Ұлан-асыр той жасайды. Алтын мүйізді шал, балам, сен өзі шаруа адам екенсің. Аң аулап қана тіршілік ететін көрінесің. Бізде мал да, дүние де, байлық та жетеді. Сен енді осында қалып, үйлен, дейді бұлдырмергенге. Бұлдырмерген бұған көнбейді. Менің ауылым, туысқандарым бар артымда. Оларды тастап, мен мұнда өз басымның жақсылығын күйттеп қала алмаймын дейді. Бұлдырмергеннің мұнда қалмасын көрген алтын мүйізді шал оған ханның қазынасынан көп алтын, асыл дүниені сыйға тартып аттандырады. Сөйтіп осыдан соң бұлдырмергеннің ауылы да әлденіп, күн көрісін жөндеген екен дейді. Алтын мүйізді киік кітабынан алынған мәтін. Портрет. Шығармада кейіпкердің сыртқы түрінің кескін келбетінің суреттелуі портрет деп аталады. Ал кейіпкердің мінезі, наным сенімі, дүниеге көзқарасы қоса суреттелсе, оны мінездеу деп атайды. Екінші тапсырма. Мәтінге сүйеніп және суретке қарап, бұлдырмергенге мінездеме бер. Киімі, аңшылығы, батырлығы, халқына құрметі деген сөздердің орындарына, яғни осы сөздерден кейінгі көп нүктенің орнына біз сөздерді қойып жазатын боламыз. Киімі бөрікті, қаруланған, садақ ілінген. Аңшылығы атақты аңшы екен, батырлығы ақылды, ержүрек, батыр. Халқына құрметі, халқына адал, қамқор болған. Үшінші тапсырма. Ертегіге берілген жоспар дұрыс па? Қатесін тап. Алтын мүйізді киіктің өтініші. Ғажайып көрініс. Жер асты еліндегі той. Балалар, бұл жерде бізде жоспар былай құрылу керек еді. Ғажайып көрініс. Алтын мүйізді киіктің өтініші. Жер асты еліндегі той. Мінекей, біздегі ең дұрыс жоспарымыз осылай болады, Төртінші тапсырма. Мәтін бойынша берілген суреттерге сәйкес келетін ертегі бөлімдерін әңгімеле. Балалар, бізде осы ертегіде 3 сурет берілген. Бірінші суретте бізде бұлдырмергеннің осы алтын мүйізді киікті атуға оқталып тұрғанын көреміз, Ал екінші суретте жаңағы атаның
бұлдырмергенге өтініш жасап тұрған жерін көреміз, иә. Ал үшінші суретте бізде балалар Айдаһар мен бұлдырмергеннің алысып тұрған жері көрінеді, иә. Ал төртінші суретте, бұл соңғы суретте халықтың осы риза болып бұлдырмергенге, иә, өзінің беріп жатқан сый-сияпаттарын көруімізге болады, иә. Бесінші тапсырма. Бұлдырмергеннің жер асты қала халқына пайдасы тиді. Ал сен өз қалаңды, ауылыңды көркейтуге қандай үлес қосар едің? Топ алдында сөйлеуге дайындал. Балалар, біздің қазіргі таңдағы, яғни сіздердің осы қалаларыңа пайдаларыңыз қалай тиеді? Ол сол қаланы таза ұстау, сол қаланы құрметтеу, сол қаланы көгалдандыруға өз үлестеріңізді қоссаңыздар, мінекей, бұл сіздердің сол тұрып жатқан жерлеріңізге қосқан үлестеріңіз болады. Мінекей балалар, сіздер осылайша өз тұрып жатқан жерлеріңізге, қалаларыңызға пайдаларыңызды тигізе аласыздар. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.